Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не дейді? Мен сендерге жақсылықтың, хайырдың есіктерін көрсетейін бе? Енді жақсылық жасаудың нелері бар? Есіктері бар. Біріншісі не деген? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ас-сауму джуннатун деген. Ораза қалқан, яғни тозақ отынан қалқан. Кейбір ғалымдарымыз не деген? Ораза мына дүниеде қорғайды адамды, арғы дүниеде қорғайды. Оразаның қандай түрлері бар білесіз? Парыз оразасы бар, үкімі парыз оразалар бар. Рамазан айында ұсталатын ораза. Одан кейін нәпіл оразалар бар. Қай күндер ұсталады? Дүйсенбі, бейсенбі. Одан кейін айына 3 күн, 14, 15, 16. Ол қамари ай, кәдімгі, мұсылманша ай. Не емес кәдімгі біздің мынау санап жүрген айымыз емес. Мұсылманша айдың 14, 15, 16-сы. Одан кейін Рамазаннан кейін біткен соң 6 күн Шауал. Одан кейін Ашура күні. Одан кейін біреуіңіз Дәуіттің оразасын айтпай қойдыңыз ғой. Ешкім ұстамайды дейді ме? Дәуіттің оразасын. Дәуіт пайғамбардың оразасын ешкім айтпай қойды, жоламай қойды. Дәуіт пайғамбардың оразасы бар. Бір күн ораза ұстап, екінші күн аузы ашық жүру. Бұл енді қиындау. Бізге жаңа тиіші сол. Дүйсенбі, бейсенбі, 14, 15, 16-сы тиіші сол. Дәуіттің оразасын ұстаймын десеңіз, бұл нәпіл оразалардың несі? Ең шыңы. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам нені айтқан? Садақа деп айтқан. Және кісінің түнде оқыған намазы деген. Кісінің түнде тұрып оқыған намазы. Тахаджуд қашан оқыдыңыздар соңғы? Жоқ қой. Кім айтты тахаджуд деген намаз бар деп отырған сияқтысыздар түрлеріңіз? Кім айтты түнде оқитын намаз бар деп айтқан сияқты? Кім айтты ондай намаз бар деп? Кейбіреулер соңғы тахаджуд намаз оқығандығы мүлдем не қылмайды? Білмейді. Оқыдың ба тахаджуд сен? Ой, пырмай, айтса амал кейіп. Не деген тақуа соп адамдар. Құдая, осы жерде бір тақуа соп адам болса, соңына ілесіп кетер едік, бар ма өзі? Бір дұрысы болса өзіміз таппай жүрік, бар ма біреу сондай? Или біздің ауылдың шалдары ұқсап жүрсіңдер ме? Көрінбей жүрміз ғой, көрінбей жүрген жоқпыз, көрінбей жүрсіңдер ғой деп. Жақсы. Сонымен былайша айтқанда кісі жақсылықтың есігі осылар екен. Нәпіл оразалар ұстау, кейін садақа беру, одан кейін түнгі намаз оқу. Яғни мынаяқтағы бесеуін істедің сен. Аллаға серік қоспастан құлшылық жасадың, намаз оқыдың, ораза ұстадың, зекет бердің, қажылыққа бардың. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жақсылықтың есігі деп нәпіл құлшылықтарды айтып жатыр. Түсіндіңіз бе? Нәпіл құлшылықтар қайсысы? Ол ораза, түнде оқылған намаз және садақа беру. Бұлардың ішінде бізге ең қиыны қайсысы? Садақа беру ең қиын. Себеп? Себебі адамның қалтасына түседі. Пенде қалтасына қатысты нәрсені жақсы көрмейді. Қалтасына қарай баратын әңгіменің ешқайсысын жақсы көрмейді. Қалтаға қатысты әңгіменің ешқайсысын жақсы көрмейді. Бір береді, sonra екіншіне дейді. Екіншіде зорланып беруі мүмкін, үшіншіде не дейді? Ренжіме дейді. Оны мен саған немене? Біздің бір үлкен ғалымымыз айтады. Өз-өзіме серт бердім дейді. Біреудің артынан жаман сөз айтсам, ораза ұстаймын деп серт бердім дейді. Біреудің артынан ғайбат бір жаман сөз айтып қойсам, не істеймін? Ораза ұстаймын. Содан дейді, біреудің артынан жаман сөз айтамын, ораза ұстаймын. Жаман сөз айтамын, ораза ұстаймын. Етім үйреніп кетті дейді. Ораза ұстауға нем үйреніп кетті? Етім үйреніп кетті дейді. Соны айтып еді, мына болмайды екен. Өсек айтып отырып, ертең ұстай саламын ғой деп отыра беретін болдым дейді. Соны айттым дейді, болмайды екен. Енді біреудің артынан сөз айтсам, ғайбат айтсам, 1 динар берем деп айттым дейді. 1 динар. Садақа қылып берем. Сөйтіп 3-4 рет берген соң, айтпайтын болдым дейді.
Себеп неге қатысты болды? Дүниеге қатысты болды, дүниеге. Ақшаға қалтаңызда. Маған 100 теңге бересің, ертең тағы 100 теңге бересің ба? Бергің келмейді әрине. Беру үшін Абу Бәкір болу керек, ойланбай беру үшін. Абу Бәкірдің несі жоқ? Иманы жоқ, содан кейін анша көп не қыламаймыз әлгі. Ақшаға қатысты нәрселерге көп назарын аңсарымыз аумайды. Себеп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: садақа мұсылманның шынайылығының белгісі, яғни мұсылманның мұсылман екендігін, имандылығының шынайы белгісі. Яғни мұсылман кісі не болмайды? Сараң болмайды. Болмайды, ол несіне сәйкес келмейді. Мұсылманның табиғатына сәйкес келмейді. Ол міндетті түрде не қылады? Алланың разылығы үшін садақа береді.